Абайдың өлеңі бар ғой, еске түсіп отыр мына жерде. Қалай неге екенін қайдан білейін. Кім білер жабырқаңға жазған сөзім жібермей көп тоқтатар оның көзін, жолаушы жол үстінде тамаша еткен сықылды өткен жанның бір күнбесін деген. Ана Мағжанның өлеңі де сол жаңағы, кім білсін есіне де алмас па екен. Мұңайып жол үстінде жалғыз тұрған молама көз қырында салмас па екен деген Мағжанның өлеңі жаңа ойыма түсіп отыр. Жаңағы Абайдың ана әлгі өлеңінің әсері тиген ау деген. Солай екен ол. Әсері соның әсерімен жазған ау деген ойыма түсіп отыр. Енді бір рең алады, гүлден рең алады деген сияқты. Енді ақындар бір-бірінен рең алады ғой, сол сияқты. Енді сөйткен Мағжанның моласы да жоқ, жұрт қарайтын. Жол үстінде мұңайып тұрған моласы да жоқ. Назар салмақты гүл дейсіз сол. Иә, жер бетінде Мағжан тектес қазақтың қанша қасиетті бабаларымыз моласыз кетті ғой енді. Сол Мағжанды 61-ші жылы Совет үкіметінің КГБ-сы ақтады, қылмысын. Таба алмай ақтады ғой енді, қылмысы жоқ қой енді, онда қылмыс жоқ қой. Бірақ соны комиссия құрылып, қазақтың белгілі ақын ғалымдары 8 адамнан құрылған. Енді оның аты жөнін айтсаң тағы аузың күйеді, тілің күйеді. Айту қиын ондайды, айтпау қиын одан да деп Жұмекен айтқан. Сол комиссия ішінде Сырбай Мәуленов қана бас тартқан. Әлгі қасіретті актіге қол қой. Бұл деген пантюркизмді насихаттайтын, біздің социалистік қоғамымызды бүлдіретін, эротикалық өлеңдер жазатын, социалистік құрылыстың жастарын бұзатын, сондай оңбаған деп қайтадан сол Мағжанды түрмеге тығып тастады. Содан өз қолымызбен қазақ түрмеге тығып тастады. 28 жыл бойы тағы түрмеде жатты, ал өз қолымызбен тұншығып, сондай жауһар дүниелердің бәрі сөйтіп жатты. Біз Мағжансыз өскен жетім ұрпақпыз. Біздер Мағжанның өлеңдерін әр жерден шұқып қана, мысалы, мен Бауыржан Момышұлының аузынан естідім алғашқы Мағжанның өлеңдерін, Батыр баянын Бауыржан Момышұлының аузынан 81-ші жылдың 19 желтоқсан күні өз аузынан, сол кісінің аузынан ғана естідім мысалы. Біз сондай мысалы Шәкәрімсіз өскен, Байтұрсыновсыз өскен, Мағжансыз өскен, Аймауытовсыз өскен, Міржақыпсыз өскен, Халел Досмұхамедовтерсіз өскен жетім ұрпақпыз. Уызға жарымай өскен дейсің. Иә, уызына жарымай өскен ұрпақпыз ғой біз. Сонда енді оның бәрін ол жаңағы ағаларымыз қол қойып отырған қылмысы, күнәсі өз алдында, бірақ енді оның бәрін ЦК ғой істетіп отырған. Оны және советтік ЦК емес, Қазақстанның ЦК-сы ғой істетіп отырған. Ол себебі ЦК, Совет одағының ЦК-сы ақтатуға пәрмен берді. Ойбай. Қазақстанның ЦК-сы жаңағы өз қолымызбен өзімізді қайтадан тұншықтырды.